Сәлем қыздар, мен есімім Дана Мырзакулова. Бүгін сіздермен орешки жасайтын боламыз. Ол уақытқа дейін лайк басып, каналға тіркеліп, құрбыларыңызға, яғни подругаларыңызға видеоны жіберіңіздер. Ал ендеше орешкиға не қажет? Сол туралы ақпарат айтып өтейін. Он міндетті түрде ситадан өткізілген болуы қажет. Разрыхитель немесе сода, одан кейін шекер, кремне варенка керек ішіне. Одан кейін тұз, закрома комнаталық температурадағы, қараңыздар, жұмсақ. Одан кейін 2 жұмыртқа, және де міне закроманы мен ертіп алдым. 250 грамм закроманы ертіп алдым. Тек осылай ертіп салатын боламыз. Ал ендеше, одан кейін миксер міндетті түрде. Содан кейін барып, осындай орешки жасауға арналған бұрынғы кезден қалған, бұл сондықтан осылай апамыздан, мамамыздан қалған болғандықтан. Қазір бұның заманауи түрлері де бар, электронный. Сонымен істесеңіздер де болады. Мен сіздерге газге істеп көрсететін боламын. 2 жұмыртқаны қыздар міне қостым, басқа еш нәрсе қосқан жоқпын. Осыған енді мен кішкене шым-шым тұз қосам. Одан кейін барып шекер, граммның барлығын видеода жазып қалдырамын. Сондықтан ол жағынан мүлдем уайымдамаңыздар. Шекер қосамын да миксермен бір араластырып аламын. Одан кейін ертілген закромамды қосамын. Міне шекер қостым. Все, енді құр осының өзін 1 минуттай жақсылап араластырамын. Міне енді жұмыртқаның құр шекермен бірге және де тұзбен бірге жаңа қосқан едік, осыны араластырып алдым. Осылай іртік-іртік точка-точка болады. Енді осыған закроманы ертіп аламыз. 82-де 5%-дық любой май болай береді. Маған закрома қатты ұнайды, себебі иісі де, дәмі де еш нәрсе шықпайды. Сондықтан мен үнемі барлығына закроманы қолданамын. Ал енді қыздар разрыхительді қосамын. Әдейі бір шетінен қосып жатырмын, асып кеткен жағдайда алып тастай саламын деп. Кейбір қыздар әр жерінен қосып жатады, одан кейін аламай отырасыздар өздеріңізді қинап. Сондықтан тек қана бір шетінен қосыңыздар. Так, разрыхительді қостым. Енді ұн. Ұнды қыздар грамммен өлшемейміз. Не себепті? Қазір яғни қамыр болғанша примерно бір 500 граммдай, 600 граммдай кетеді. Ситадан өткіземін. Қатты қылып қоймаңыздар. Міне, қараңыздар. Ситадан барлығын өткізіп жатырмын. Қазір қамыр болса, все болды. Тоқтаймын деген сөз. Қазір осының өзін мен үйдегілерге жасап жатқандықтан перчатка киген жоқпын қыздар. Барлығын өзімнің үйімдегілерге жасап жатырмын. Сондықтан перчатка мынау деген артық сөз болмаса. Сіздер де бәрі үйде перчатка кимейсіздер ғой. Міне қараңыздар, әлі қамыр болған жоқ, значит тағы да ұнды қосамын деген сөз. Қыздар, міне қараңыздар. Осындай қамыр болғанша, міне жұмсақ болу керек. Қатты қылып қоймаңыздар. Міндетті түрде жұмсақ болу керек. Енді осыны пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке салам. Аламын да жарты сағатқа холодильникке салам. Қараңыздар жұмсақтығын. Көрдіңіздер ме? Осындай жұмсақ болу керек. Ал мына варенка мен закрома қазір бізге креміне қажет болады. Міне аламын да. Егер асығыс болсаңыздар, 15 минутқа морозильникке салсаңыздар болады. Холодильникте қамырымыз тұрған уақытты кетірмей, біз ішіндегі начинка, яғни креміне кірісеміз. Ол үшін бізге варенка қажет, және де закромадан 30 граммдай қосамыз. Осы екеуін бірге араластырсақ, болды, бізде креміміз дайын деген сөз. Міне, барлығын қосамын варенканы. Екеуін просто миксермен араластыра саламыз. Ең оңай крем бұл. Қыздар, міне сгущенка бір банкасын қостым, одан кейін 30 грамм закрома комнаталық температура. Міндетті түрде комнаталық температура болуы қажет. Міне, осыны енді жақсылап бір-бірімен араластырамын. Дайын қамырымызды 30 минуттан кейін холодильниктен шығарған соң, осылай домалақ етіп, міне формаға келтіреміз. Міне
барлығын осылай келтіріп болған соң алып, міне май жағамыз. Барлық жеріне май жағып шығамыз. Жоғары жағына да және де астыңғы жағына да май жағып, қазір газде пісіретін боламыз. Ал электронный варианты болатын болса, яғни тоқпен қосып пісе бересіздер. Қыздар, майлап алған табамызға барлығын қосып шығамыз. Енді осыны жапқан кезде қазір үлкен болып наусымен жауылатын болады. 1-2 минуттай дәл осылайынан тұрамыз. Қыздар, міне бірінші жағы пісті. Енді аламын да кері бетіне қарай аударамын. Осы піскен соң алып тарелкалардың барлығына салып шығатын боламын. Және де жаңағы жасаған кремімізді жағып шығатын боламын. Оған дейін мен қалған қамырлардың барлығын орап шығып жатырмын. Қазір көреміз. Дайын болса алып, мына шеткі жақтарын барлығын алып тастаймыз. Орешкемізді қыздар пісіріп алдық. Енді жаңағы жасаған кремімізді біз жағып шығып жатырмыз. Міне. Жабысу үшін бір-біріне кішкене осылайынан басын құрайсыздар. Қыздар, барлығын осылайынан жасап шығамыз. Ал ендеше барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Видеоға ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып өтіңіздер. Мен үшін әрбір пікір өте маңызды. Сіздердің барлықтарыңызға жауап беруге тырысамын. Сәттілік!